Отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы. Елді қорғау үшін міндетті түрде қуатты әскер қажет. Жауға қарсы тұру әрі оларға әскери күш әзірлеу ислам дінінің талабы әрі сауапты іс. Алла тағала Құранда былай дейді: оларға, дұшпанға қарсы, шамаларың келгенше күш-қуат әзірлеңдер. Әнфәл сүресі 60 аят. Бұл аят жауға қарсы қуатты әскер әзірлеп, алдын ала дайындық жасауға шақырады. Отанды қорғау әрбір азаматтың борышы болғандықтан, әскерге бару міндет. Алла тағала Құранда: уа, иман келтіргендер! Сынаққа сабыр етіңдер, дұшпанға төзімді болыңдар, қорғанысқа бекем болыңдар және Алладан қорқыңдар, сонда мұратқа жетесіңдер. Әл-Имран сүресі 200 аят. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла жолында отанды қорғап, бір күн күзетте болу, дүниеден және ондағы барлық нәрселерден қайырлы деген. Келесі хадисте: екі көзді тозақ оты шарпымайды, Алладан қорқып жылаған және Алла жолында елін күзеткен көз деп айтқан. Ғалымдар ислам шариғаты әрбір мұсылманға отанын кез келген қауіптен қорғауды міндеттейді. Кімде-кім бұл міндетті орындаудан жалтарса, дініне және отанына қиянат жасаған болып саналады деген. Сондықтан отан алдындағы әскери борышын өтеу әрбір азаматтың міндеті, ал әскери борышты өтеуден үзірсіз Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген себептерден тыс жағдайларда бас тарту күнә. Үкім. Бірінші, отанды қорғау әрбір азаматтың парызы. Екінші, әскери борышты өтеу міндет, ал одан бас тартуға тыйым салынады. КМДБ Ғұламалар Кеңесі